Оскар сыйлығын жеңіп тұрған сәтіңізде қолыңыздан тартып алса қандай сезімде болар едіңіз? Бұндай жағдай тек футболдағы алтын доп жүлдесінде болмайды. 2017 жыл ақпанның 27-сі Дамен Шазел өзінің командасымен Ленд үздік фильм ретінде Оскарын алып, фильмнің жасаушылары сөзін сөйлеп рахметін айтып жатқанда, ұйымдастырушылар Оскардың Айдың жарығы фильмі жеңгенін айтады. We lost, by the way, but you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. This is not a joke. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Яғни, Ленд жүлде алып тұрған сәтінде жеңіліп қалды. Бұл форс-мажорды Эмма Стоун алған үздік актриса конвертін қателесіп табыстаған деп түсіндіреді. Осылайша олар Ленд фильмінің атауын көріп, үздік фильмді сол алды деп хабарлаған. Ал сіз қалай ойлайсыз? Шынымен де Айдың жарығы фильмі кинодағы бас жүлдеге лайықты ма? Әлде бұл Оскардың рейтинг көтеру мақсатына жасалды ма?